осы көп адамдар Меккеге келеді ғой. Қажылыққа, кіші қажылыққа көп дұға сұрайды. Мысалы, кейбір адамдар айтады, мен дұғам қабыл емес, қанша сұрасам да Аллах бермейді. Соның әртүрлі себептері бар ғой. Соның бір себебін айтшы, бір маңызды бір себеп бар ма? Оған байланысты сахих хадис бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен бір келе жатады бір жерде, шөл далада. Сонда бір талдың қасында бір жұпыны киінген өте кедей бір адам. Енді аш, жалаңаш, киімі бәрі жыртық-жыртық, сыртынан қарасын. Бұл айтқанда бомж ғой, біздің тілмен айтқан кезде. Сол қол жайып Алладан сұрап жатады. Сонда сахабалар айтады, мына адамның дұғасын Алла тағала қабыл етеді ғой дейді. Өйткені бүкіл жағдайы жоқ та, қатты қиналып отырған адам ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, бұл адам дұғасы қабыл емес дейді. Неге? Сахабалар айтады, тура солай. Неге, я Расулалла? Бұныкі қабыл болмағанда кімдікі қабыл болады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, киімі харам, тамағы харам, ісінің бәрі харам болған адамның еш уақытта дұғасы қабыл емес. Бұныкі сондай деп айтады. Киім қалай харам сонда? Ол бір вызывающий киім ба? Жалаңаш киімі быт-шыт қой негізі, бірақ харамнан тапты дейді. Ол мысалы, что понятно было. Мысалы магазин сенде бар. Сен арақ сатасың. Бір магазинде бар, арағы жоқ. Бір магазинде арағы бар. Сол арақ сатасың ғой, сол ақшаны сен аласың ғой. Сол арақ сатқан ақшадан сол тамақ сенің бүкіл ақшаң араласып кетті ғой. Содан киім алатын болсаң, киімің арам. Тамақ аласың соған. Тамағың арам. Сен сол тамақ арқылы сол тамақпен бала шағаңды тамақтандырасың. Хадисте келеді, көмейден өткен харам ас болса дейді, оның істеген ісі берекесі жоқ, тілеген дұғасы қабыл емес дейді. Жаңағы сол адам туралы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, кигені харам, жегені харам, істегені харам адамның дұғасы қабыл емес дейді. Бұнікі қабыл емес дейді. Сахабалар соған таң қалған ғой. Сен қанша жерден бай бол, егер де сен адал тапқан ақша болса, бұған қабыл. Қанша жерде сен кедей бол, бірақ сенің тапқан таянған бәрі харамнан болса, онда сенің дұғаң қабыл емес никогда. Оны менің сөзім емес қой, пайғамбар айтып отыр. Алла тағала Құранда не дейді? Пайғамбар еш уақытта өздігінен ештеңе айтпайды, ол тек қана біздің айтқанымызды сендерге айтады. То есть это пайғамбар айтқаны, Алланың айтқаны болды. Біз оны қабылдауымыз керек. Сол үшін харамнан аулақ болады. Көп адамдардың дұғасы қабыл болмайтын себебі сол. Өйткені тапқан таянғанын оған мән бермейді. Харам келе жатыр ма, харам емес пе? Мысалы, менің әйелім маған айтады, Ардақ, қандай ақша тапсам да адалынан тапшы дейді. Ол оны қайдан алады? Сахабалардың әйелдері сөйтіп айтатын еді. Сахабалардың әйелдері айтады, түзге шығып баратқанда, тапсаң адалынан тапшы, харамнан бізге әкелмеші. Бізді азапқа душар қылма дейтін сахабалардың әйелдері. Біздің әйелдерімізде сондай болу керек. Потому что ол саған да, бала шағаңа да, болашақ ұрпағыңа да үлкен әсерін тигізеді жаман жағынан. Сосын, конечно, ренжиді, мен дұғам қабыл емес, не істеп қойдым мен. Істегенің көп та сенің. Балам маған дұрыс қарамайды деп әке-шешелер айтады ғой осылай. Балаң маған дұрыс қарамайды, потому что сен оны кішкентай кезінен хараммен тамақтандырып жатсың. Мәселе сен шошқа, арақ, өлексенің етін берген емес. Қалай ақша таптың харамнан, тамақ алдың ба, ол харам болды. Оның зиян тиеді балаға. Міндетті түрде. Рахмет.